Ассалаумағалейкум құрметті достар. Өткен видеомызда біз велосипед тебудің адам денсаулығына қандай пайдалы әсерлері бар. Яғни өткен видеомыз өздеріңізге ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп және пікір қалдырып кетсеңіздер достар. Ал енді бүгінгі видеомызда не үшін дене шынықтырумен айналысамыз? Яғни дене шынықтырудағы негізгі мақсатымыз адам баласын, буындарымызды, денемізді, ой өрісімізді өмірге, еңбекке даярлау. Ал шынығу, жаттығу ол ұзақ уақытты қажет етуге негізделген. Өмірге қажетті жаттығулар мен әртүрлі қимыл қозғалыстар адамның бойына шыдамдылықты, төзімділікті, табандылықты, икемділікті, іскерлікті қалыптастырады. Дене шынықтырумен жүйелі түрде айналысу бірінші адамның дене жағдайын өзгертеді, жүйке жүйесінің қызметін күшейтеді, тыныс алу, қан айналу, сондай-ақ бұлшықет топтарының қызметін күшейтеді және еңбекке деген қабілетін арттырады. Демек, дене жаттығумен айналысудың тағы бір маңыздылығы сүйек дұрыс және уақытылы бекиді, омыртқа иілістері қалыптасады, буын байланыстары күшейеді, адам денесі икемді бола бастайды. Бұлшықеттердің барлық топтары кеуде, арқа, қарын, аяқ, қол, алақан, саусақ, табан, мойын, ішкі ағзалар, оның ішінде жүрек, қан тамырлары бұлшықеттерін дамытуға көмектеседі. Ал ішкі ағзалардың ішінде жүрек пен өкпе қызметінің де жұмысын жақсартып тұрады және жүрек бұлшықеттері қызметі де дамиды және жаттығады. Сондықтан мынау өздеріңіз көріп отқан видеода бұл жерде байқасаңыздар, тек бір ғана жаттығуларменен жаттықпаймыз. Әртүрлі жаттығуларды ағзаның әртүрлі жерлеріне өзінің әсерін беретіндей жаттығуларменен жаттығып жатырмыз. Адамға күш қуат әртүрлі қимылдарда немесе аз күш жұмсалғанда пайда болады. Ол үшін кермемен, турникпен тартылу, ауыр заттарды көтеру, заттарды алысқа лақтыру, ұзындыққа секіру, осындай жаттығулардың бәрі адамға күш береді екен. Және адам төзімді, шыдамды болу керек. Шыдамдылық деген не? Қозғалыс кезінде, яғни шаршауға мүмкіндік бермейтін қарсылық қабілеті болып табылады. Мысалы, ұзақ жүгіру, шаңғымен жүру, коньки тебу, суда жүзу және спорттық ойындар жатады. Сондықтан достар, әрдайым спортпен айналысайық. Ал енді құрметті достар, видео ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Және келесі видеода қандай видеолар көргенді ұнатамыз. Мысалы, таңертеңнен тұрғанда басыңыз ауырып тұра ма? Ауырса не істеуге болады? Бас ауырғанды қалай қойдырамыз? Ал менің арнамда осындай пайдалы өте көп нәрселер көрсетеміз. Сондықтан достар, салауатты өмір салтын ұстануға сіздер де атсалысқан болар еді.